Уақыттан пайдаланбастан, уақытты текке кетіру бұл мұнафықтардың сыфаты. Урматтуу мұсылман бір туған. Бәлкім жақшынақай үй сатып алып, анда жашабай қалышың мүмкін. Жақшынақай улоо уна сатып алып, өзің минбей қалышың мүмкін. Үйленіп жатқан қызың менен жашабай қалышың мүмкін. Кийген киіміңді өзің шеше албай қалышың мүмкін. Хазірет Омар мындай дейді: ажипт. Таң қаламын бір инсанға ғафил жашаудан мақсатын білбейді. Ал қапілетте бирок малакил маут жан алуучу периште андан қапілетті емес. Аны дайым ар бирибиздин жүзүбүзгө жан алуучу периште күнүгө келип 5 жолу карап кетет экен. وضاحك ملء الفيه ولا يدري أساخط عنه الله أم راض. Таң қаламын қатқырып күлгөнгө дейт. Қатқырып күлөт. Бирок Аллах андан разыбы же Аллах разы эмес экенин билбейт дейт. Аллах менден разыбы же разы эмеспи? Аны билбестен қатқырасың. Андан кийин урматтуу мусулман бир туган, ошо WhatsApp, Twitter, Facebook колдонгондор, сен өзүң ошонун разысыңбы? Колдонуп жаткан жолуңдан разысыңбы? Же кээде коркуп уяласыңбы? Бирөөдөн жашырасыңбы? Разы болуп муну Аллах разы болгон жолго иштетип жатасыңбы? Бирөөгө жакшы маалымат берип жатасыңбы? Жакшы маалымат менен бөлүшүп жатасыңбы? Же дайым болбогон кылык жорук, жаман сүрөттөр мененби? Өмүрүбүз өтө берет, урматтуу мусулман бир туган. Эгер бүгүн мүрзөдөгү бир инсанды мүрзөдөн тургузуп, эмне каалайсың десе, аттиңе кана бир сажда кылсам, 2 рекет намаз окусам, Аллага бир Аллаху акбар субханаллах деп тасбих айтсам деп айтмак. Фа'ажибту лиражулин ал-маут талибуху вал-кабру фирашуху ва ла яхтаму би шай'ин мин залик. Таң каламын бир кишиге аны өлүм талап кылып турат. Анын жашай турган акыркы жери мүрзө, бирок ага эч көңүл бурбайт дейт.